Тараз қаласында Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа 100 жылдығына байланысты, 110 жылдығына байланысты ескерткіш қоюға халықтан қаржы жинағанда біз көрдік ол кісіге деген халықтың ықыласын, ол кісіге деген сүйіспеншілігін көрдік. Осы қаржыны жинау барысында 540 адам атсалысты. Соның ішінде ең көп берген қаржы 7 миллион теңге көлемінде кәсіпкерлер берді, жекелеген. Сонымен қатар бір жағдай мен ойымнан кетпейді. Бір жасы 50-ден асқан үлкен кісі келіп, осында бізге қорға 3500 теңге алып келді. Біз естідік, мен естідім, отбасымен өстіп, сіздер Қонаевқа ескерткіш қояйын деп жатыр екенсіздер. Мен қазір бүгінгі таңда жұмыссызбын, 3 балам бар. Бірақ соған қарамастан мен қаржы отбасымыздан бөліп алып келдік. Біз ол кісіге сыпайылық танытып, рахмет, ниетіңізге дегенге қарамастан сонда ол кісі былай деді. Мен мына 3500 теңгені сіздер алсаңыздар да, алмасаңыздар да, Қонаевтың ескерткіші тұратын білем. Бірақ мынаны ертең ескерткіш тұрғанда мен ұлдарыма, немерелеріме келіп, мына тұрған ескерткіште біздің отбасымыздың үлесі бар деп айтуым керек. Қандай рух, қандай сүйіспеншілік, қандай ол кісіге деген пейіл. Қарапайым халықтың біз осындай сүйіспеншілігін көрдік.